Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің түскі асқа макарон қуыратын боламыз. Керек заттардың барлығын турап алдым. Қазанға майымды қыздырып, кезек сарғыш түске енгенше осылай қуыратын боламын. Мына жаққа бір шөгім суылып қойғанмын. Мінекей макаронымды салып алдым. Бүгін бізде ірі макарондар. Мен жалпы үнемі макароннан қолданамын. Мінекей сарғыш түске енді макароным. Жаңа қайнап тұрған суды макаронымызға құйып аламын. Мінекей. Мен үнемі макарон қуырғанда жанына қайнаған су қайнатып қоямын. Мен макаронды қуырып болғаннан кейін артына қайнаған су құямын. Сол кезде макарондар бір-біріне жабыспай дара болып түседі. Бүгін бізде ірі макарон, сол себепті қайнаған суды кішкене көптеу құйдым. Үлкен макарон суды өзіне тез тартатын болғандықтан қазанның бетін жауып макаронды бұқтыруға жібердік. Келесі кезек бізде салат. Бүгін бізде осындай күшті көкөністерден салат әзірлейтін боламыз. Укроп, қияр, жақсылап турап алдым. Қолдың айранын қосып, тұз қосып, жақсылап қозғап аламын. Макаронмен бірге осындай күшті салат беретін боламын балаларға. Мінекей, менің салатым кішкене қою болып қалды. Қайтадан айранды құйып, жақсылап осылай қозғап алдым. Дәмі деген керемет. Дәл қазіргі көктем айында осындай салатты организм өте қатты талап етеді. Балаларға бөлек тарелкаға салып бердім. Қасында уже балалар жеп жатыр. Мінекей, осындай макаронмен, салатпен, бір бокал чаймен ішіп алатын боламыз. Ал бізге ас болсын. Бізді көріп отырсаңыздар, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Рахмет бізді көріп тіркеліп отқандарыңызға. Біздің түскі асымыз дәл қазіргі осы сәтіміз. Ал бізге ас болсын. Сау болыңыздар.